Баршаңызға сәлем, YouTube арнаға қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін Нести компотын жасап көрсетем. Жасалу жолы барлығы өте оңай. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Құрамында барлық витамины сақталған, қатты тәтті болмай шығатын, бояу қосылмай жасалатын табиғи сусын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдем болып шыққан. 5 литрге бірден құйсаңыздар да болады. Ол үшін бізге қайнататын ыдысқа 5 литр суды қойып қайнатамыз. Қайнағаннан соң үстіне осылай қасықпен заварка немесе пакетиктегі заварка де бола береді. Соны саламыз, жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне қантты қосамыз. Қантты да салғаннан кейін жақсылап араластырасыздар. Барлығының мөлшерін видеоның астында жазып қалдыратын болам. Қосып болғаннан соң бір апельсин, бір лимон қажет болады. Олардың сыртын жуып, жіңішкелеп, турап шығамыз. Оны да осы біздің суымыздың үстіне салатын боламыз. Барлығын салған сайын араластырып тұрасыздар. Жасап көріңіздер, өте оңай компот. Бұдан да басқа менің YouTube арнамда айсти компоты, каркадемен жасалған лимонад, мороженое, яғни жазғы рецепттер бар. Барлығын мастер-класстан алынған, бір жасағаннан шығатын өте керемет рецепттер. Жасап көріңіздер, аз уақытта алады. Соңынан мятаны қосамыз. Мятаны жуып, бірден сала бересіздер. Енді әбден бір бүркілдеп қайнағанша осылай орташа отта қалдыратын боламыз. Бір қайнағаннан соң біздің компотымыз дайын болады. Бөлме температурасында суытамыз. Содан соң холодильникке салып мұздататын боламыз. Барлығын салған сайын осылай араластырып тұрасыздар. Өте керемет компот. Менге ешқандай бояу да қосылған жоқ, артық зат ештеңе қосылған жоқ. Қанттың өзін кішкене ғана салдық. Балаларыңызға берсеңіздер, бұның үстіне мұз, тағы да свежий мяталарыңыз болса қоссаңыздар болады. Мінекей менде бір қайнаған соғымыз дайын. Барлығы суып дайындалғаннан соң өздеріңіздің керек ыдыстарыңызға осылай сита, яғни сүзгіш арқылы өткізіп аласыздар. Әртүрлі қалдықтар өтіп кетуі мүмкін, сондықтан осылай сүзіп аласыздар. Сонымен болды, біздің компотымыз дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, құрамына кететін заттарда аз мөлшерде, ешқандай қымбат затты қажет етпейді. Осылай ыдыстарыңызға құйып, мұздатып іше бересіздер. Шөлдеп келген кездегі нағыз шөл басатын керемет сусын жасап көріңіздер. Құйғандағы түрі осылай, бояу ештеңе қосылмай жасалған біздің таза компотымыз Нести деп аталады. Жасап көріңіздер. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.